Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен туылған күнім. Өзімнің 2 жан құрбыммен атап өтейін деп күндіз ерте шығып кеттік. Кешке қарай әрқайсымыз өзіміз балаларымыздың, отбасымыздың қасында болуымыз үшін Алматыда осында Лавла деген кафе ашылған екен. Сол жерге келдік. Бірінші рет келіп жатырмыз. Өте әдемі деп естідік. Инстаграмнан көрдік. Ішінде менің уже Ақмарал деген құрбым күтіп отыр. Бізді ең алыста тұратыны болса да, бәрінен бірінші келіп алады. Өзінің уақытысында өстіп, қыздармен бас қосып жатырмыз. Іші өте әдемі екен. Барлығын осындай розовый стильде жасаған. Қыздар келіп фотосессия жасап жатыр. Біз де қарап отырмыз. Қазір ана жерге, мына жерге суретке түсіп алайық деп. Іші осындай әдемі, ерекше екен. Үшеуміз де декреттегі анамыз. Үшеуміз бір-бірімізді көрмегенімізге біраз болды. Бір қалада тұрсақ та жиі бас қосу бір-бірімізбен сәйкес келмей қалады. Біреуіміздің уақытымыз бос болса, біреуіміздікі бос емес. Осындай томьям заказ бердік, одан кейін салат 2 түрлі заказ бердік. Менің құрбым Ақмарал маған кішкентай осындай бенто торт алып келіпті. Тамағымызды ішіп болғаннан кейін осы тортпен шай ішетін боламыз. Будьте собой и никогда не стесняйся дейді. Содан кейін қыздар маған осындай рилс түсірді, креативный. Өстіп свеча үрлетті, видеоға түсірді, маған бәрін үйретіп. Мен деген бұндай видеолар түсіруге, фотоға түсуге онша да жоқпын. Неше түрлі фотоларға жаңағы майысы күшті болып түсе алмаймын. Қыздар үйретіп жатыр, былай түс деп. Бірнеше попыткадан кейін әрең дегенде осы бір рилсті түсірдік, инстаграмға саласың деп. Сонымен қыздармен күшті көңілді отырып, қазір кешке қарай бала-шағама қайтатын боламын. Кафеде отырып қайтқаннан кейін біз Ақмарал үйіне кетіп қалды. Райхан екеуміз өстіп Меганы аралап, кішкене шопинг жасадық. Одан кейін мен жолдасыммен бәріміз киноға келдік. Өте қызық кино екен. Ішінде мына Ақерке деген актриса өте мықты ойнайды. Прям нағыз актриса ғой. Күшті сондай түсірілген кино. Өстіп, бүгінгі туылған күнімді өте жақсы өткізді. Құрбыларыммен де кездестім, отбасыммен де шықтым кешкісін. Сондай керемет отырыс болды. Осымен менің бүгінгі күнім бітті. Сау болыңыздар.